Жасыңыз келмейді ғой. Қыздың жақ всегда лучше везде. Жылдардың нәрселерден нені айтасыз, қыздар? Браво! Қостанай! Үш қалдым. У одного есть шансы в топ-25 попасть. Бұл супербол! Егі сұқты! Всем привет, друзья! Это очередной выпуск проекта Супербол. Айналайын, супербол дейсің, немене орысша сөйлеп отырсың? Енді солтүстіктеміз ғой біз. Солтүстікте болсаң, енді қазақша сөйлеп бастамайсың өзің, басынан бастап қазақша жүргізген жоқсың. Жарайды, тұр. Сәлем достар, біз Қостанайдамыз. Астықтың отаны болған керемет жердеміз. Солтүстік күн өте суық, январдың 4-і болып тұрған сияқты. Бұл жақта, білесің бе, холодильник қолданбайды. Не қолданады? Даладильник қолданады. В общем, 16 мен 20 жас аралығындағы футболды қатты ойнайтын, дерзкі ойнайтын балаларды Тобыл стадионында күтеміз. барлықтарыңыз келіңіздер. Доп бізден, алаң бізден, керемет ойын сізден. Сүп кетті. Супербол. Келіңіздер. Дәл қазір Тобыл футбол клубының жаттықтыру базасына келдік. Біздің ойыншыларымыздың барлығы ерте келіп алған. Қанша адам тіркелді, ең үздіктері қаншау, бірге білетін боламыз. Тіркеу алаңына да келіп жеттік. Дәл қазір бізде тіркелген жандар өте қарасы көп екен. Қарап тұрсаңыздар 200-ден асып кетті. Өздерімен бір-екі рет сұхбаттасып көрелік. Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай, жақсы ма? Жеңгемдегі ойнасың ба? Иә, ойдам. Қанша пайыз сенімсің? 100%. 100%. На 101%. Ой, 100. 100. Иә. Даниял, бүгінгі ойынға дайынсың ба? Давайте по-русски. 70%. 30% қайда? 30% пока что жоқ. Бүгінгі, сегодня ойынға в игре дайынсың ба? Иә. 100. 100%. Қостанайды бір ауыз сөзбен не деп сипаттап береді? Ну, ол таза қала. Астана ең таза қала. Жоқ. Қостанай. Как игре? Супербол. Нормально. Қазақша білесің ба? Я білем. Ой, айтпайсың мен барым бір қиналып орыс сөйлеп тұрмын ба? Қазақсың ба? Иә. Машалла. Бүгін өтесің бүгін ойынға? Барып болдым уже. Келдім не? Келдің ба? Мәссаған. Қалай ойнап? Ойнамадым, ойнады ма? Жақсы, белгіледім ма? Жақсы белгіледің ба? Болды, өткізеді, миллион беріп тұрды. 500-ден қақ бөліп аламыз. 500 болмайды, мен не болып тұрмын ғой? Мақы қанша? 2 миллионнан бересің ба? Болды. 500 менікі. Мында Қандай арманың бар? Бай болды ғой енді. Бай бол? Иә. Шынымен футболист болсаң бай боласың ғой қазір? Боласың ғой, иә. Иә? Let's go! Дальше. Через пас. Достар, интернетте адамдар екіге бөлініп жатыр екен. Яғни біреу әділетті өтті десе, екіншісі әділетсіз дейді. Соны мен дәлелдегім келіп тұр. Қазір мен регистрациядан өтіп, номер алып, өзім ойнап, сіздерге ойынның шынында қалай өтетінін көрсетемін. Сәлеметсіз бе? Саламатса? Из какого элемента? Да. Жасыңыз келмейді лучше. Қалай жасым келмейді? Қыздың жасы всегда лучше везде. Жарайды. Сіз үшін болады мәнс. Басқа номер. Иә. Жарайды. Сіз үшін өз атымнан осындай берейін. Ой, рахмет көп. А скотч қайда? Скотч, анау не, ана жаққа барып, апайларға барсаңыз, Аха, рахмет. тіркеп береді сіздерді. Да, играйте. Чем больше... Время идет, время. Ваше время. Много. Оп, пенальти. Виталия, қалыңыз қалай? Көңіл қалай, жақсы ма? Все отлично. Бірінші кезең қалай өтуде? Отлично проходит.
Погода теплая, все хорошо, все бегают. Погода кішкене суық болып отыр, бірақ қазір ғана шай іштік, нормально болып қалды. Тағы да жылынатын нәрселерден нені айтасыз? Қыздар. Погода? Меня радует любая погода. мешает? Нет. Ал, жеңгеміз Қостанайда деген ғой. Да, жена из Кустаная у меня, да? Жерлестеріңізге былай келіп көмектесіп, сондай қылып А, нет? Только за деньги? Өзіңіз тобыл командасында ойнадыңыз. Жалпы бұл Қостанайдағы футболды жайында не айтасыз? Ну, тут мне бы в Кустанае больше через пас, как и я вижу, играть. На югах больше зациклены как бы на индивидуальных действиях, здесь в Кустанае больше на командных действиях. Одинаково у нас у всех мнение, у футбольных скаутов, у специалистов. Школа различается, более дисциплинированная, играют в одно касание, быстро принимают решения, то есть отличается от южной. Играют одно-два касания, а южане, они больше с мячом водятся. Очень тяжело расстаются с мячом. Бірінші кезеңде енді балалар лучший футболисттер көзге түсті ма, бар ма? Иә, мына жақта футболисттер аз болса, бірақ качественно, да? Примерно 200-300 шақ, бірақ качественно, басқа қалалардан қарағанда. Первый поток я отметил 11 футболистов. То есть достаточно хорошего уровня ребята. Уровень футболистов здесь, пусть немного игроков, но уровень хороший, честно. Нам очень нравится. Многие ребята, мне кажется, даже у одного есть шансы в топ-25 попасть. Тобыл командасы жайында не айтасыз? Керемет, өте жоғарыда ғой. Всегда таблицаның үстінде жүреді, Тобыл деген командасы жақсы. Үздік футболист болу үшін не керек? Очень много трудиться. Трудиться и очень внимательно слушать все указания своих тренеров, впитывать как губка. И тогда вырастет действительно хороший футболист. Супер бол! Ең үздік бол! Красавчик! Прими, один же стоишь. Хорош еще. Браво, хорош вратарь. Ешқашан суперболда болмаған жағдай. Ащы шындықты айтатын боламын, қымбат достар. Экранға назар салып, жақынырақ дауысын битін жетінен шығарып қойыңыздар. Дәл қазір Альмира ойынға кірісейін деп жатыр. Не жетпейді деймін да, не жетпейді. Осыда ойнап жатқан балалар көп десем, мен де ойнайын деп тырысып жатыр. Ал мен де енді оған көмектесейін. Көмектескенде қалай енді сәл қыздырайын дегенім ғой. Кеттік достар. Мынау футболист шықпайды. Кейсе бірінші қыздырынып алсай. Бірінші қыздырынып ал, короче. Мен істеген істе, короче. Сізге мен бетімді сүй. Мынандай істе. Мынандай. Керек болмады. Ал енді Альмира дайын деп ойлаймын енді бұйырса. Сені де ақтайсың деген ниеттемін. Бұйырса мына жердегі футболистерден де зор ойнайды деген сенімдемін. Бұйырса қалай көңіл-күй қалай, жақсы ма? Екінші атым футболист қой негізі мен. Иә, мен шынымен ақ қазір мен бір шетінен қауіптеніп тұрмын. Сен алаңға шыққан кезде біраз футболисттер, футболшылар ойнамай қалатын сияқты. Үшіме өтіп кетсем шынында әділ емес деп қуып кетеді ғой бұлар. Енді сізді сразу өткізетін сияқты ғой меніңше. Білмеймін енді, көреміз. Кет қалған, сәттілік енді. Вот, хорошо. Разворот, разверни. Видел, как в пас играет, да? Это не то, что в Таразе, все воют. Мынау ойнамайды ғой. Ойнап жатқан жоқ мынау. Тұры жүр ғой мынау. Ан. Үш қалдым. Отлично. Браво. Как мне нравится, Играй. они неправильные позиции для себя пишут. Ага, вот. Просто напиши Вот так, так, вот так. на фонаре, да? Я тебе что Сами говорю, играют. мне кажется, вообще, Потом думай, как куда их поставить. потом на большом поле они пропадают и жалуются. Да. Пропадают. Я не на своей позиции играл, блин. Потому что ты не знаешь своей позиции. Вот молодец, смотри. 4 позиции. Написал Да, и все. всё. И молодец, и нам легче. Да.
Вот зачем? Вот смотри, сам с собой водится. 2 минуты, ребята, 2 минуты. Касание. О-хо-хо-хо-хо-хо! Достар, кәдімгідей өліп, өшіп, күшті ойнадым деп ойлаймын, өттім деп ойлаймын, бірақ кәдімгідей шаршап қалдым. Бар ғой, негізі футбол, жақсы спорт, бірақ оңай емес екен. Енді скауттардан сұрайық, өттім ба, өтпедім ба? Өттім деп ойлаймын, бірақ. Тук-тук. Можно, да? Так, Алан, я прохожу, да, я прошу. Ну, с большим моим сожалением, так скажу, 222 номер, скорее всего... Мойся, я же хорошо играла, я забила гол. 2 гола. Да? Да, 2 Это гола. мало? Ну да, мы немножко другое что-то ищем. Блин. Мы же свои, мы же коллеги. Замутить, конечно, что-то можно, да? Но не Ну ты старалась, ты очень сильно Большая старалась. часть мужчин по другим каким-то критериям. Но мяч ты на шею научилась Да. Но задатки есть. Да, ты остаешься в нашей семье. Ладно, спасибо вам. Намного сезонов. Көріп тұрғандарыңыздай достар, мен өтпей қалдым, барлығы честно, бір өткізіп деген әңгіме жоқ шынында. Алан, погнали. Сядьте со мной, пожалуйста. Подача? Да, и вычеркивай разнобой. Да. 51, он пишет, что он нападающий. А он кто? Он полузащитник, чисто. Давай слева мне его, у меня нет слева никого. Второй защитник, 159. 117. 159. Джеге, ассалаумағалейкум барлықтарыңа. Қостанай даласындағы Супербол жобасының бірінші кезеңі осымен тәмам. Қазір екінші кезеңге өтетін боламыз. Те, кто прошли во второй тур, выходим сюда. Итак, первый номер, кто прошел во второй тур. Давайте поздравим ребят, которые прошли во второй тур, поаплодируем. Приготовились! Ну, до центра выжимаем. Чего вы стоите? Ближе играть. Он тебя страхует. Все. Давай, заработал, иди бей, вставай. Стой. Ой. Чисто! 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 Угловой! А вот тот по всей бровке не может играть? Штрафной. О, потащил. Я ничего нету, чисто! Чисто!
Зачем? Куда ты в кучу полез? Спасибо, ребят, за сегодняшний день. Спасибо большое. Ребята, всем спасибо за проведенный день, вы все молодцы. Сейчас объявим список, кто попадает дальше в финальную часть в Алматы. Первым, кто едет в Алматы, номер 41. Похлопаем. Номер 70. 141. Номер 20. 67. Сколько сюда ехал? 300 километров? 17. 71. 153. 67. Я тоже как бывший футболист. И скажу вам, что погода не очень хорошая для футбола. Так, номер 57. Номер 51. 64. Давай, давай активнее. Холодно. 74. 9. 53. 82. Итак, заключительный у нас номер 159. Все, ребят, всем спасибо. Вот. Но смотрите, у вас есть шанс в других городах. Отслеживайте, следите за нами. Қостанайдағы ең үздіктерді анықтадық. Келесі сапарымыз Жезқазған қаласында жалғаспақ. Астықтың мекені болған аңыз қала Қостанай. Қостанай! Қостанай! Супер! 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 Бол, супер бол. Ең үздік бол. You know what you gotta do. You know way back if you troll. If you fold, get back up, bro. Kick that ball, hit that score, bro.